кез келді бүгін айтар ертең менен, таныстырып кетейін өлкемменен. Бүгінгі менің өлкем әр күн сайын қанатын кеңге жайып өркендеген. Алтынап Сарыөзектің аймағынан, жемісі жайнап піскен бауларынан, елімнің қазынасын байытуда, кен алып Текелінің тауларынан. Еңбекқор елімізге бақ табылған, даласынан ырыс құт ақтарылған. Ашылып аурухана жаңа мектеп, өлкемде игі істер көп атқарылған. Ауылым алтын бесік ел теріп еткен, өлкемді өрендері көркем еткен. Bir күні Талғалаға келсең егер, көшесі көркем сұлу, көшесі кербес сұлу көркем кеткен. Арайлы ақ дидарлы халқымыз бар, ақ пейілін болашаққа желкен еткен айыйды. Ақындар атылуға оқталады, айтысқа шапқан сайын бапталады. Кірісіп өз өлкесін мақтады ғой, әрине өз жерінен бақтабады. Әркімдікі өзіне ай көрінер, әркім сырын әртүрлі ақтарады. Өз жеріңді мақтасаң заңдылық қой, бақада балшығымен мақтанады. Көздерің барау сенің жымыңдаған, адамдайсың ештеңе ұғынбаған. Толғауға кірістің ғой туған жерлеп, кезекті ұсындың да бүгін маған. Кішкене нәрсе тапса мақтанатын белгілі болды сенің сырың маған. Мен бірақ сен секілді мақтанбаймын, даңғойлыққа жуылмас білімді адам. Елімді мақтап жатсам көз тиеді, себеп сен баланың сұғың жаман. Ұсынған жастайымнан ақ шекерін, жамбылым жер үйғым бақ мекенім. Бірақ қана айғақпен дәлел етіп, мен бүгін қадамымды нақты етемін. Таразбенен талдықты салыстырып, байқадым қадамымның сәтті екенін. Сенен гөрі байқаймын толықтаумын, сондықтан таразбасын ап кетемін. Ағайын осыдан аңғара бер, қай жақтың жағдайы жақсы екенін. Ақын деп баға берген халық маған, өзіңше қырансың ғой қалықтаған. Жаңалықтан көріп жаға ұстағанмын, тараздың біраз жайы анық маған. Ендеше сынға толы жүререк, жырымызды елімізге бір бөлейік. Жас өспірім жөргегінен қабынып жүр, қылмысы жастарыңның тұр көбейіп. Біз үміт күтіп жүрсек болашақтан, кей адам алыстапты парасаттан.
Таразда бір дәрігер ұсталыпты, долларға жас нәресте бала сатқан. Осындай жайлар жанды мұң айтады, дос көңіл саған аздап сыр айтады. Шымбайға шын батқан соң айтып тұрмын, ел жайын ақын айтпай кім айтады? Шетелге бала кетті, үміт қалды, белінен талай шыбық сынып қалды. Қуанғаным таразда бала сатқан, қылмыскер қарабет боп құрықталды. Сендер жақта ондайлар ұсталмайды, себебі бір саусағым бүгіп қалды. Сендерде қылмыстарда ашылмайды, тал ішіне тыққасын былықтарды. Бауырым, мен кінәлі емеспін ғой, әйтеуір көңілімде күдік қалды. Енді қалай түзейміз, иман түгіл, көгінде Құдай барын ұмытқанды. Айтыста сабытымыз ұшталады, ақындар шаппа-шаптан күш табады. Жамбылдың кемшілігін айтып жаттың, болмасын деп халықтың тыс хабары. Өз жерінде кемшілік жоқ секілді, шүйіліп неге сонша сұстанады? Сен жақтың олқылығын мен айтайын, егер қарымтаның күш тамалы, сау басыңа сақина тілеп алдың, түтінді түрткілеген ұстанады. Ақындар бір шекіспей тарқасын ба, себебі шаппа жаппың салтосында. Ночной Талдықорған деген газет татырды гүгу сөздің сорпасында. Жастарды сүйістіріп жарыс берет, жыл сайын қаланың қақ ортасында. Осы жағын істілеу айт отыршы, жоқ әлде аттың басын тартасың ба? Жедел түрде бір шара қолданыңдар, болмайды тұруға да сәл тосуға. Буыны бекімеген жас балдарың кетпесін батыраштың балтасында. Сен үйтіп босқа ғана желікпегін, несіне бос сөздерге еліктедің? Бұл сөзіңді дәлелсіз айтып отсың, жоқ әлде сондай нәрсе көріп бедің? Сөздерім қамал болар, қорған емес. Біздің айтыс боп кетті толған егес. Өзім кепіл болалам ол қалаға, ондай нәрсе біз жақта болған емес ай. Ақындар. Бұл балаң өтірігін сапыр дерен, сөздерін айтар десем ақыл менен.
баспасөз беттерде жазды емес пе, осыны зерделеші ақылменен. Ақынның атқан кезде арай таңы, қазақтың бағырысын молайтады. Жаңа сен көп ойланып көп кідірдің, адамдай мұна жұртқа жоқ айтары. Ақпараттық салада оқығасын, біз жақта компьютерде көп айтады. Сен құсап көп кідірген адамдарды зависайт етіп қалды деп айтады. Таулымын, таудан үлкен талабым бар, ешкімнен жасқанбаған жанарым бар. Қанат менің орысша бұл сөзіңе, қарым талап айтатын жауабым бар. Жайым жоқ айтатығын жыр жұмалап, ақын адам ширығар жыр жырлап. Қазақтың кең тілі кеп тұрған кезде, отырсың орысшаға тіл бұрмалап. Сөзіңді түйіп тұрсам самағашын, мұнымды сараласын наралашым. Зависайт етті деп орысшалап, айттың ғой деп тағасың балағасын. Бұл сөздерді қазақша әлі жоқ қой, айт енді одан қандай мән аласың. Білетін болсаң енді айтып берші, сол сөздің қазақша бір баламасын. Қошеметтеп отырыңыздар ақындар ағайындар. Сөйлейік жырдан жақұт тізгенердей, еңселі елге алдын алған ізгөлеңдей. Сен бала жарым жолда жаңылыстың, бабалар салып кеткен ізбен ермей. Ұзағынан ойланып көп кідірдің, жырыңның жасыл бағы күздегендей. Сөз таппай дал болдың ба, астыңдағы атыңды 6 ай бойы іздегендей. Рахмет ағында. Демегім бұл өстілеу жыр үзеді, қылыштың өткір болса жүзіледі. Басқа бірлет түйген соң болар бары, көште шіркін жүрген соң түзеледі.